Сәлем алтындар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен ілім-қаз курсының информатика пәнінің мұғалімі Кәусар апай сіздермен бірге нұсқа талдаймыз. Жалпы осы нұсқа талдауда қаңтар ұбт-ға келетін примерно сұрақтарды талдап шығамыз, және де ол жердегі әрбір сұрақпен жеке жұмыс жасайтын боламыз. Кеттік. Ең бірінші сұрақ. Енді мынандай санау жүйелеріне қатысты сұрақтар бізде міндетті түрде келеді. Бұларсыз никак. Енді бұл жерде былай дейді: мына сандардың арасындағы минималды сан. Сіздерге осындай болуы мүмкін, немесе басқа орнына сандар болуы мүмкін. Сол себептен де толығымен қарап алайық. Енді егер сіздерде минималды сандарды тап десе, онда ең алдымен осы сандарды өзімізге ыңғайлы ондық санау жүйесіне айналдырып алғанымыз дұрыс. Демек біз не істейміз? Әрбір санды ондық санау жүйесіне айналдырып алып, одан кейін оларды бір-бірімен салыстырамыз. Мысалы, бірінші сан екілік санау жүйесінде тұр. Не істейміз? Бұны ондық санау жүйесіне айналдырамыз. Демек, егер біз екілік, сегіздік, 16-лық санау жүйелерін ондыққа айналдыру үшін біз оларға нумерация жасап, одан кейін әрбір сандарын көбейту арқылы жасайтынбыз. Демек, бұна бізде 0, 1, 2, 3, 4, 5. Яғни біз не істейміз? Бұны шығарған кезде бір көбейтілген 2-ның 5 дәрежесі ретінде деп жазатынбыз. Бір көбейтілген 2-ның 5 дәрежесі қосылған бір көбейтілген 2-ның 4 дәрежесі ретінде жазамыз. Және де қалғандары 0. Бұларды көбейту әуре болмай қойсақ болады. 2-ның 5 дәрежесі. Енді екеуін бір-біріне қосамыз. 2-ның 5 дәрежесі бізде 32. Қосамыз, оған 2-ның 4 дәрежесі бізде 16. Қосқан кезде біздегі мәніміз 48 болады. Демек, ондық санау жүйесіндегі 48 саны шықты. Мына жерде тұрған 2-міз сонымен ондық санау жүйесіндегі 48 санына тең екен. 48. Енді бізде қазірше ең кіші сан 48 болып тұр. Енді мына 75-ті қараймыз. 75 ол бізде 8-дік санау жүйесінде ондыққа айналдыру үшін тура жаңағындай, 0 мен 1. Демек, біз 7 көбейтілген 8-дің 1 дәрежесі дейміз. Мына жердегі тұрған қосылған 5 көбейтілген 8-дің 0 дәрежесі деп жазамыз. 8-дің 0 дәрежесі бірге тең, жазбаймыз. Енді 7 көбейтілген 8 бізде 56. Оған қосамыз 5-ті. Уже мына жақта көрініп тұр. Мынау бізде 61 деген сан, ол бізде 48-ден үлкен. Бұны қарастырмай қойсақ та болады негізі. Ал келесі сан, ол бізде 3А. 16-лық санау жүйесіндегі берілген сан. Осыны 8-дікке айналдырсақ болғаны. 3А. 16-лық санау жүйесіне берілген. 16-лықты ондыққа айналдыру үшін тура жаңағындай, бірінші тұрған санымыз 0, одан кейін, яғни соңғы тұрған санымыз 0, одан кейін 1, 2, 3 деп кете беретін еді. Енді 16-лықты айналдыру үшін 3 көбейтілген 16-ның мына жердегі 1 дәрежесі қосылған А, яғни есімізге түсіреміз. 16-лық санау жүйесі 0-ден 9-ға дейінгі араб цифрлары және де A-дан F-ке дейінгі латын әріптерімен берілген. Ал енді біздегі A, ол бізде 10 болатын. B 11, C 12 деп кете беретін еді. Яғни A ол бізде 10 деген сан. Демек, бізде не болады? 10 көбейтілген 16-ның 0 дәрежесі болады екен. Яғни бұл жерде 10 көбейтілген 16-ның 0 дәрежесі ретінде жазылады екен. Демек, 3-ке 16-ны көбейтеміз бізде 48, 48, и оған қосамыз 10-ды. И біздің мәніміз 58 шығады. 16-ның 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Оқушылар көбіне осы жерден жасады. 2-ның 0 дәрежесі деп келе жатады, 0 деп жасалады. Бұндай емес, кез келген санның 0 дәрежесі бізде 1-ге тең. 1 деп жазамыз. Ал енді мына жер 48 қосылған 10, 58. Демек, қарап тұрсақ, мына бізде 58, ондық санау жүйесіндегі 58 саны шықты. И мына жердегі ең кішісі қазір 48 болып тұр. Сол себептен де есептің жауабы, А жауабы екілік санау жүйесінде берілген А жауап болады екен. Мына жерде дұрыс жауабын көрсетіп қойдым сіздерге. Яғни А жауабы. Есебіміздің дұрыс жауабы. Демек, осындай есептер берілген жағдайда, сіздерге кейде теңдеу ретінде берілуі мүмкін, немесе керісінше максимум санды тап деуі мүмкін. Сол себептен көрге салған жағдайда бірден барлығын ондық санау жүйесіне айналдыра түседі екенбіз. Барлығын ондыққа айналдырып, өзіміз салыстыра салады екенбіз. Ал кеттік, келесі сұрақ. Сызбада бір кіріс және бір шығыстан тұратын логикалық элемент. Сумматор, инвертор, дизъюнктор, конъюнктор. Енді бір кіріс және бір шығыс десе, онда бізде ол автомат түрде инвертор болады. Ол қалай? Енді бізде инверсия деген логикалық
айнымал бар, яғни логикалық айтылым бар, ол бізде емес, нат болған. И қарап тұрсақ, ол бізде бір кіріс бір шығыстан тұрады. Неге? Бұл жерде сызба деп тұр, яғни оның сызбасы схемасында. Бұл жерде сумматорды қарастырмай қойсақ болады, себебі бұл тақырыпқа мүлде қатысты емес. Сумматор ол бізде арифметикалық логикалық құрылғының жады болып табылады, сол себептен де бұл бізге қатысты емес. Демек, бізде сызбада бір кіріс және бір шығыс десе, осы үшеуін қарастырамыз. Конъюнктор мен дизъюнктор ол бізде көбейту, ал дизъюнктор қосу. Көбейтудің схемасын есімізге түсіреміз. Көбейтудің схемасы бізде осылайынан жасалады, осылайынан немесе шетелдік түрде. Енді қараймыз. Көбейтуде бізде екі кіріс бір шығыс. Себебі мына жақта А және Б айтылымдары енеді. То есть екі кіріс, ал соңғы мәні бір шығыс болады. Сол себептен де конъюнктор бізге келмейді. Дизъюнкторды қараймыз. Дизъюнктор тура сондай. Бізде екі кіріс, А және Б айтылымдар енеді, одан кейін екеуі бір-біріне қосылып шығатын еді. А және Б қосылып шығатын еді. То есть бізде не? Екі кіріс, бір шығыс. Конъюнктор мен дизъюнкторда екі кіріс, бір шығыс. Бір шығыс. Ал енді біздегі соңғы мән инвертор. Инвертор терістеу болған. Ол қалай жұмыс істейтін еді? Терістеу бізде қандай да бір айтылым берілсе, оны, яғни оған қарама-қарсы мәнге терістейтін еді. То есть, егер бізде А мәнін терістеу керек болса, онда біз не істедік? Просто А терістеу деп жазатын едік. Тек қана бір ғана айнымалыны, бір ғана айтылымды қолданып тұрмыз. Сол себептен де бұның схемасы бізде қалай еді? Бір кіріс и бір шығыс болған. То есть А айнымалысы, допустим, мәні бірге болып кірсе, ол терістелетінде А терістелген мән, ол бізде нөлге тең болады. То есть бізде бір кіріс және бір шығыстан тұратын логикалық элемент, ол бізде инвертор, яғни Б жауабы болады екен. Бұл жерден тек қана біз логикалық элементтердің әрқайсының схемасын білуіміз өте маңызды. Ал енді кеттік. Мына жерге дұрыс жауабын көрсетіп қойдым сіздерге, уайымдамаңыздар. И бізде сразу бабах, Python. Енді мына жерде x айнымалысының мәні 6 санына тең болғандағы программаның нәтижесі. Мынау біздің программамыз, көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде бізге функция берілген. Функция. Функция бізде ылғи def дегеннен басталады. Функция бізге неге мүмкін беретін еді? Өзімізге қажетті қандай да бір функцияны, яғни біздің программамызда ғана қолданылатын функцияны құруға мүмкіндік беретін еді. Енді қарап тұрсақ, бізде функция мен процедураны жасау үшін біз def деген сөзді қолданамыз. Сосын def деген сөзді қолданғаннан кейін міндетті түрде оның қандай атауы жүреді. Яғни біз осы функцияны шақырған кезде бізде осы командалар орындалады. Енді командасына қарайық. Функцияда бізде міндетті түрде return деп мән қайтарылады. Процедурадан айырмашылық осы жерде айтып кетейін. Функцияда міндетті түрде return деп мән қайтарылады. Енді return А жұлдыз 2 дейді. Жұлдыз дегеніміз не? Мынау бізде дәреже. Мынау бізде дәреже. Яғни бізде Pythonда 2 жұлдыз ол бізде дәрежені білдіреді. То есть мына функция не істейді? Егер біз қандай бір count деп мына жақта бір айнымалыны жазып шақыратын болсақ, онда ол бізге не істейді екен? Сол айнымалының квадратын шығарып береткен. То есть 2 дәрежесін жасап береткен. Енді келесі кодымызға қарастырайық. Кодымызда x int input, яғни біз қандай дедік? Қандай да бір бүтін санды енгіздік. Енді соңында бізде print count x. Яғни біз count деген функцияны шақырдық, және де ол жерге өзінің аргумент ретінде біз мынау x деген санды қолданып тұрмыз. X-ті біз енгіземіз өзіміз. Енді былай дейді. X айнымалысының мәні 6 санына тең болған кезде, то есть бізге x-ке 6 саны енгізілген, сонда біздің программамыздың нәтижесі қандай болады? Біз бағана айттық, count мына жерде return a квадраты. Яғни ол бізге a-ның 2 дәрежесін қайтарады. 2 дәрежесін қайтарған кезде x-тің мәні 6-ға тең болса, онда 6-ның квадраты бізге 36-ны қайтарады. Яғни бұл жердегі кодтың жауабы 36 болады екен. Count бізде 2 дәрежесін қайтарады. 36. Ал енді қарайық. Мына жерде тура бағанағындай санау жүйелеріне байланысты тағы да осындай қосу есептер беру мүмкін. Енді бұны қосу есептері өзімізге ыңғайлы болу үшін де тағы да 10-дық санау жүйесіне айналдырып алсақ керемет. 10-дық санау жүйесіне айналдырып алсақ керемет. То есть 12 16-дық санау жүйесінде, 36 8-дік санау жүйесінде берілген, и осының әрқайсысын 10-дық санау жүйесіне айналдырамыз. Бағанағында 12
12 16-лық санау жүйесінде берілген. Не істейміз? Әрбір санын нумерация жасаймыз. Ол бізде қандай да бір 10-лық санау жүйесіне тең. Не істейміз? 1 көбейтілген 16-ның 1 дәрежесі. Қосылған 2 көбейтілген 16-ның 0 дәрежесі. Сол кезде 16 қосылған 2 болады. Мәні 18. То есть 10-лық санау жүйесі бойынша бізде 18 деген мән шықты. Қосылған 36. Яғни 8-лік санау жүйесіндегі 36 деген сан. Давайте осында шығарайық. Аны өшіре салсам да болады. 36. 36 бізде 8 санау жүйесінде берілген. 10-лық санау жүйесіне айналдырамыз. 6 бізде 0, 8, 3 бізде 1 деген мәнді білдіреді. Біз не істейміз? 3 көбейтілген 8-дің 1 дәрежесі, мына жердегі бойынша, қосылған 6 көбейтілген 8-дің 0 дәрежесі. Тең болады. 3-ті 8-ге көбейтеміз, бізде 24, оған қосамыз 6-ны. Біздегі мән 30 шықты. 10-лық санау жүйесі бойынша 30. Демек, екеуін бір-біріне қосылсақ, бізде 48 шығады мәні. 10-лық санау жүйесі бойынша 48. Енді қараңыздар, біз жаңа 10-лық санау жүйесіне айналдырып алдық та, 48-і шықтық. Ол 48 шықты деп сыны белгілей салмаймыз. Қате болады, потому что с бізде 16-лық санау жүйесі бойынша 48 шығып тұр. Бізде осындай шатастыратын заттар болады. Енді сол үшін де біз 10-лық санау жүйесі бойынша шыққан 48-ді 16-лық санау жүйесіне қайдан айналдырамыз. Себебі мына жердегі мәндеріміздің барлығы 16-лық санау жүйесінде берілген. Демек, не істейміз? 48-ді 16-ға бөлеміз. Біз білеміз ғой, 10-лық санау жүйесінен кез келген басқа санау жүйесіне айналдыру үшін оны бөліп, қалдығын жазып отыратын едік. Енді 48-дің бастауыштағында 48-дің ішінде 16 неше рет бар? 48-дің ішінде 16 3 рет бар, 3 рет бар. То есть біз не істейміз? Наоборот, 3-ті 16-ға көбейтіп, мына жердегі 48-ден азайтатын едік. Сол кезде бізде қалдығы 0 шығады. Бізде жазған кезде, мәні жазған кезде тең болады, артынан алдына қарай жазатын едік. 3 бүтін және оның қалдығы 0-ді жазатын едік. 3 бүтін қалдығы 0, ол бізде 16-лық санау жүйесінде. То есть жауабы А жауабы 30 шығады екен. Мына жерге дұрыс жауабын көрсетіп қойдым сіздерге. Келесі. Келесі бізде 5-ші сұрақ. Орталық кітапханадағы әдебиеттердің деректер қоры берілген кестеде нөмірлеуді автоматтандыру командасы. Нөмірлеуді автоматтандыру. Мынау бізде SQL тақырыбы. SQL тақырыбы. Енді қараңыздар, біз SQL-де қандай да бір өрістерді құрған кезде, мысалы ID өрісін құрсақ, онда біз міндетті түрде қасында оның типін, мысалы int деген сияқты, және де қосымша мәліметтерді көрсетедік. Сол қосымша мәліметтердің бірі, ол бізде оның автоматтандыру немесе бастапқы кілт екендігін көрсетіп кететін едік. Демек, нөмірді автоматтандыру командасы бізде auto increment, яғни Б жауап болады. Енді мына жауаптардан қарасақ, D primary key дейді. Primary key ол бізде бастапқы кілт. Бастапқы кілт болады екен, көбінде ID немесе жеке куәлік нөмірі, төлқұжат құжат нөмірі, нөмірлеріңіз кәдімгі. Олар бізде көбінде бастапқы кілт болады. Бастапқы кілт. Сосын insert into. Ол бізге дайын тұрған өріске, insert into командасы, дайын тұрған өріске мәліметтерді енгізген кезде біз insert into-ны қолданамыз. Бұл команда. Яғни бұл ешқандай да қосымша мәліметтерді көрсетуге арналған зат емес. Бұл бізде команда. Осымен біз өзіміздің SQL кестемізге, дайын кестеге мәліметтерімізді енгіземіз. Қарап тұрсақ, create database. Create database ол бізде деректер құру. Жалпы құру, бірақ бұл жерде ешқандай да автоматтандыру командасы ештеңе жоқ. Ал мынау auto increment ол бізде автоматтандыру командасы болады екен. Мына жерге дұрыс жауабын көрсетіп қойдым. Кеттік, келесі. Келесі Excel. B1 ұяшығындағы A1 қосылған B2 формуласы C2 ұяшығындағы көшіргендегі өзгеріс. Енді біз білеміз, Excel'де бірнеше ұяшық, яғни формула сілтеме түрі бар. Мынау бізде салыстырмалы сілтеме. Енді қараймыз. Егер бізде салыстырмалы сілтеме. Егер бізде мынандай болып тұрса, мысалы A1 немесе $1 деген сияқты формула тұрса, онда ол бізде аралас болады. Бұны не үшін айтып жатырмын? Қазір ұяшықтың көшіргеніне байланысты бұлар өзгереді екен.
иә. Немесе бізде керісінше мысалы доллар А, доллар 1 болса, 2 доллармен берілсе, онда ол бізде абсолютті. Бұл не деген сөз? Абсолютті сілтеме бір ұяшықтан екінші ұяшыққа автотолтыру кезінде өзгерсе, бұл ұяшық ауыспайды. Яғни тұрған жерінде тұра береді деген сөз. Ал араласта кейде баған өзгереді, яғни кейде баған өзгереді, немесе кейде жол өзгереді. Ал мынау бізде салыстырмалы сілтемелер. Салыстырмалы сілтемелер олар бізде толығымен ауысып өзгеретін сілтеме түрі. Демек біз не істедік? B1 ұяшығынан S2 ұяшығына көшірдік. Демек, B1 ұяшығы, давайте былай кішкене кесте салып жіберейін. Сіздерге түсіну үшін. Кейбір оқушылар болады, кестемен жасайды. Мына негізі логикалық түрде ойлауға болады. Логикалық түрде байқап бір жасап көруге болады. Дегенмен де сіздерге кесте оңайырақ болу үшін кесте түрінде жасаймыз. Енді бізде не деп тұр? Формуламыз B1 ұяшығында тұрған. То есть мына жерде A1 қосылған B2. Біз B1 ұяшығын қалай білдік? Баған, B баған, және де бірінші жолда тұрса, онда ол бізде B1 ұяшығы болады. Мына біздің Excel кестемізді елестетейік. Біз не істедік? B1 ұяшығынан S2 ұяшығына көшірдік. То есть мына жер ғой, S2 ұяшық дегеніміз, S бағаны екінші жол. То есть B1-ден S2-ге өзгерттік. Біз не істедік? Бір баған оңға жылжыттық, және де бір жол астыға түсірдік. Буквально бұлай. Бір баған оңға жылжыттық, бір жол астыға түсірдік. Енді бұл кезде бізге былай дейді. Мынау формула қалай өзгереді дейді. Енді егер біздегі бастапқыдағы формуламыз B1-ден S2-ге өзгеріп, яғни бір баған оңға бір жол астыға түссе, біздің мына формулаларымызда тура солай өзгереді деген сөз. Яғни мына жердегі A1, то есть ол негізі A1-іміз мына жерде тұр деген сөз. Мына жерде тұр. A1-іміз мына жерде тұр. Демек біз B1-ден S2-ге түсірсек, A2-іміз тура сондай жолмен астыға түседі. То есть ол не істейді? Тура солай бір баған астыға оңға бір жол астыға түседі. Яғни A1-дегі формуламыз ол бізде B2-ге өзгереді екен. То есть мына жерге формуланы жазған кезде A1-іміз B2-ге өзгереді. Тең болады. Яғни тура осылай түседі. Жаңағы B1 S1-ге қарай астыға түсті ғой. A1 тура осылай астыға, тура сондай схемамен астыға қарай түседі екен. Оңға жылжып астыға түседі деген сияқты. Сол кезде A1-іміз қайсыған өзгереді екен? B2-ге өзгереді екен. Қосылған. Енді мына жерде қосылған B2. То есть мынау салыстырмалы сілтеме болғаннан кейінде автотолтыру кезінде бұл ұяшықтағы сілтемеде өзгереді екен. Демек, мына жерге бір звездочканы көріп қойын. Мына жерде B2-де тұрсақ, жаңа B1-ден астыға қарай түсті, A1-ден астыға қарай түсті. Значит, B2-ден тура сондай схемамен бір баған оңға бір жол астыға түседі екен. Демек, ол не істейді? S3-ке келеді. S3-ке келеді. Мына жерге S бағаны үшінші жолға ауысады екен. Сол кезде біздің формуламыз тең B2 қосылған S3 деп ауысады екен. Демек, мынау А жауабы біздің формуламыздың мәні болып табылады екен. Примерно осылай кестені салып на месте жасап отырсаңыздар болады. Опытта. Осылай на месте шығарып отырсаңыздар болады. Өздеріңізге түсінікті болу үшін, шындасып қалмау үшін, сіздерге дұрыс жауаптарын белгілеп қойдым. Ал кеттік. Мынау қалғандарын қарасақ, бұл бізге келмейді. Қалғандары келмейді, бәрін салыстырсақ болады. S2 тең A1 қосылған B2 деп өзгеріссіз қалмайды. Егер бізде формуламыз, мысалы, доллар А, доллар 1 болса, немесе доллар В, доллар 2 болса, онда ол бізде өзгеріссіз қалатын еді. Яғни бұл жерде ештеңке өзгермейтін еді. B1-ден S2-ге өзгеріп жасың ба, D3-ге өзгеріп жасың ба, E19-ға өзгеріп жасың ба, ештеңке өзгермейтін еді. Себебі бұл бізде абсолютті сілтеме. Тұрған орнынан ауыспайтын бір күшті сілтеме, абсолютті сілтеме. Ал мынау бізде берілгенде бұл салыстырмалы. Салыстырмалы ол бізде ауысады. Тура B1-ден S2-ге қарай қалай ауысты? Бір баған оңға жылжыса, формуламызда бір баған оңға жылжиды. Бір жол астыға түссе, формуламызда бір жол астыға түседі. Ал енді кеттік. IP адрестер уақытша берілген IP адрес дейді. Жалпы бізде мынау варианттарын қарасақ, IP адрес негізі екіге бөлінеді. Ішкі және де сыртқы деп. Және де сыртқы IP адрес тағы да екіге бөлінеді. Статикалық және де динамикалық деп.
Статикалық және динамикалық деп екіге бөлінеді екен. Енді сыртқы IP адрес ол жалпы бүкіл интернет желісінде қолдануға болатын IP адрес болып табылады. Жалпы интернет желісінде қолдануға болатын IP адрес. Енді бұл сыртқы IP адрес екіге бөлінеді: статикалық, динамикалық. Статикалық, динамикалық бұл IP адрестің тұрақтылығына немесе уақытша берілгендігіне байланысты. Статикалық IP адрес ол бізде тұрақты IP адрес. Бұлар тек қана провайдермен бір-ақ рет қана берілетін. Бір-ақ рет қана беріледі, и ол IP адрес бізде тұрақты, өзгермейді. Ауыспайды, өзгермейді, басқа адамға беріліп жүрмейді. Бір-ақ рет қана берілетін IP адрес ол вообще өзгермейді. Мысалы. Одан кейін екіншісі ол бізде динамикалық. Динамикалық. Бұл бізде қандай? Бұл уақытша, яғни өзгеретін, бір құрылғыдан екінші құрылғыға берілетін, ауысып тұратын, IP адрес. Сол себептен динамикалық IP адрес бізде уақытша берілетін IP адрес. Сол себептен уақытша берілген IP адрестер бізде динамикалық болып табылады екен. Значит, д жауабы. Дұрыс жауабын көрсетіп қойдым. Ал енді кеттік. Келесі бір сұрағымыз. Бұл жерде былай дейді: 10 символдан тұратын хабар 32 символдық алфавиттегі әріптермен жазылған ақпараттың мөлшері. То есть мынау бізде Хартли теңдеуімен шығарылатын есептер. Былай дейді: бізде Хартли деген теңдеу бар. Хартли деген кісінің теңдеуі. 10 символдан тұратын ақпарат 32 символдық алфавиттік әріптермен жазылған ақпараттың мөлшері дейді. Демек, бізде символдар егер осындай есеп берілсе, біз не істейміз? Біріншіден берілген жазып алғандарыңыз дұрыс. Ертең сіздер ұмытуға барасыздар, мандраж боласыздар, ананы ұмытасыздар, символдың санын ұмытасыздар. Сол себептен берілген үндемей жазып алыңыздар. Дәптерлер, қағаздарыңызға, черновиктеріңізге. Не істейміз? 10 символдан тұратын ақпарат. Демек, мынау бізде символдан тұратын ақпарат дегеніміз символ саны. Жалпы біздің ақпаратымызда қолданылған символ саны. Символ санын біз К деген әріппен белгілейтін едік. К деген әріп ол бізде 10-ға тең деп жазып қойық. И былай дейді: хабар 32 символдық алфавиттік әріптермен жазылған ақпараттың мөлшері. То есть 32 символдық алфавиттің әріптермен дегеніміз ол бізде алфавит қуаттылығы. Бізде алфавит қуаттылығы деген зат бар. Алфавит қуаттылығы n әріпімен белгіленетін еді. Ол біздің осы хабарымызды жазуға арналған алфавиттегі символдар саны. Мысалы, қазақша алфавит бар ғой? Деген 42 алфавит бар, И плюс примерно символдар, басқа символдарды қосайық, қосу, азайту, бос орын, лепелгі, нүкте сияқты символдарды қосайық та, и біздің жалпы қандай да бір досымызға немесе мұғалімге хат жазсаңыз, примерно сіз 64 символдан тұратын алфавит қуаттылығын қолданыңыз. 42 әріп бар, ішінде символ бар, сан бар, нүкте бар деген сияқты. Жалпы соншаларды қолдануға болатын алфавит қолданыңыз. Демек, бұл бізде алфавиттің қуаттылығы болады. Ал мынау кісі есепті 32 символдық алфавиттің әріптерімен жазылған ақпараттың, яғни алфавиттің әріптерімен жазылған алфавит қолданды. Демек, ол бізде алфавиттің қуаттылығы n тең болады екен 32-ге. И ақпараттың мөлшері. Ақпараттың мөлшері де бізге жалпы ақпараттың көлемін сұрап тұр. Ақпараттың көлемін I деп белгілейтін едік. Енді бағанағы айтып отқан Хартли теңдеуі қалай кездеседі бізге? Қалай қажет болады? Шығарамыз енді, Енді қараңыздар, мына жердегі n ол біздегі жаңағы ақпараттың қуаттылығын Хартли теңдеуі дегеніміз мынау. n тең 2-ның x дәрежесі деген теңдеу бар. Мына жердегі x дегеніміз не? Бұл біздегі осы алфавиттің ішіндегі бір символдың салмағы. То есть, біз қазір мынау есепті шығару үшін бір символдың салмағын тауып алу керек. Себебі, жалпы көлемді табу үшін біз не істейміз? Жалпы мысал қараңыздар, сіздерде жәшікте бар ғой, 5 алма болса, не істейсіз? Барлық жәшіктің көлемін табу үшін 5 алманы, бір алманың көлемін көбейтесіздер ғой, мысалы, бір алма 100 грамм болса, 200 грамм болса, онда сіз осыған көбейтесіз. И онда сіз не істейсіз? Осы жалпы жәшіктегі алмалардың салмағын табасыз. Тура сол сияқты, біз жалпы көлемін табу үшін символдар санын бір символдың салмағына көбейту керекпіз. Ал бір символдың салмағын осы формула арқылы табады екенбіз. Ал кеттік. Бұл формула арқылы қалай табамыз? 2x, біздің формуламыз бойынша 2x алфавиттің қуаттылығы 32-ге тең екенін білеміз. Демек 2x бізде 32-ге тең. 32-ге тең. Енді мынаны дәреже ретінде жазып алсақ өзімізге ыңғайлы. То есть 2-ның x дәрежесі тең болады 2-ның 5 дәрежесі деп жазып алсақ болады.
себебі 32 2-ның 5 дәрежесі ғой. И бізде математикада бар, негіздері бірдей болса, мынау x-тің мәндері бір-біріне тең болады. Яғни дәрежелері бір-біріне тең болады. X тең 5, то есть x-міз 5-ке тең. Тура осы формуланы x-міз тауып алдық, мынау ақпараттың қуаттылығы арқылы. Енді осыны жаза саламыз. K-мыздың мәні 10. И оған көбейтеміз қаншаны? X-тің мәні, то есть 5-ке көбейтеміз. Мынау 5-тің өлшем бірлігі бит болады. Бір символдың өлшем бірлігін тапқан кезде, оның өлшем бірлігі битке тең болады. Значит, 10-ды 5-ке көбейтеміз, сол кезде бізде 50 бит шығады екен. 50 бит. Сіздерде кейбір жағдайда бит емес байтпен беріліп қалуы мүмкін. Байтпен берілген кезде 8-ге бөліп байтқа айналдыра салады екенбіз. Яғни жауабы бізде 50 бит болады екен. Кеттік келесі. Келесі бізде географиялық аймақтармен арқылы анықталған домендер дейді. Жалпы домендер бізде бірнеше түрде болады. Ал енді оның ішінде географиялық аймақтар дегеніміз, ол оның орналасу орнына байланысты. То есть не деген сөз? Мемлекеттердің атауы деген сөз. Мысалы бізде .kz, .ru деген көргенбіз. Яғни бізге осындай мемлекеттердің атауы берілсе, онда ол бізде географиялық аймақтар арқылы анықталған домендер. И мына жақтан іздесек болады. Мысалы мына жердегі .ru-ды аламыз, .kz-ді аламыз. И мыналар сызып болады, мысалы com, by, biz, gov, museum, name дегендер сызып болады бірденше. Себебі олар бізде географиялық аймақтарға емес. Ол жеке мысалы мынау оқуға байланысты, яғни образовательный цельге байланысты еду деген. Демек осыларды сызыптаймыз. Бізге географиялық аймақтар ғана қалу керек. Сол кезде мынау GP, Japan, мысалы мынау China қателеспесем, мынау бізде Italy деген сияқты. Яғни сонда бізде Б жауабы дұрыс болады екен. Географиялық аймақтар дегеніміз ол бізде мемлекеттердің өзінің домендері екен. Мысалы .uk деген бар ғой. Яғни осылай бізде мемлекеттердің өзінің домендері бізде осылай көрсетіледі екен. Ол бізде географиялық аймақ арқылы анықталған домендер болып табылады екен. Дұрыс жауабын көрсетіп қойдым. Негізі оңай сұрақ. Ал енді кеттік. Тағы да біздегі логикалық өрнектер. Кеттік. Берілген ақиқат кестесінің өрнегін анықта дейді. Енді бұл жерде табу үшін чисто тексеру керек. А, Б, С, Д жауаптарын тексергеніміз өзімізге жақсы. Давайте кеттік. Біріншіден бастап тексерейік. Былай дейді. А-ға Б-ның мәнін қосамыз, оған Б-ны дейді. Сол кезде мәні 1-ге тең болу керек. А-ның мәні 1, Б-ның мәні 0 болады да, и осы өрнекті орындаған кезде мәні 1-ге тең болу керек. Давайте есептеп көрейік. Аға Б-ны қосамыз. То есть не деген сөз? 1 қосылған 0 қосылған 0 деген сөз. Біріншісі бойынша, 1-ге 0-ді қоссақ біздегі мәніміз 1 болады, қосынды бойынша. Мына жерге 1-ге 0-ді қоссақ, тағы да мәні 1 болады екен. То есть мәні дұрыс шығып тұр. Но бірақ сене салмаймыз, біріншісі дұрыс шықса сене салмаймыз, біз қалғандарын барлығын тексеріп шығу керекпіз. Себебі ол жерде қате болып қалуы мүмкін. Енді мына жерде 0 қосылған 1 и сосын қосылған 1. 0-ге 1-ді қосамыз 1. Сосын 1-ге 1-ді қосамыз, бізде 1 деген мән шығады. Сонда мәніміз 1 шығады. Екеуі дұрыс болды, мынау точно деп алданбаймыз. Үшіншісін тексереміз. 0 қосылған 0 и қосылған 0. Мәні 0 болады. 0-ге 0 болады. Тағы да алданбаймыз. Вдруг что? Біз әлі до конца тексеру керекпіз. Мына төртіншісі келмей қалса ше. Соңына дейін тексеріп шығамыз, ерінбей тексеріп шығыңыздар осыны соңына дейін. Әйтпесе ертең бірдеңкесі қате болып қалса, сол себептен соңына дейін тексеріп шығамыз, соңғысы ғана қалып. Демек, мына жерде 1 қосылған 1 и қосылған 1 дейді. То есть мұнан барлығы 1-ге қосылып тұр. 1 болады, қосылған 1 болса 1 болады, мәні 1 болады, қосынды болса, мына жақта 0 деп тұр. Значит, не? А келмейді деген сөз. Үшеуі келді, біреу келмей қалды, значит, ол келмейді деген сөз. Енді мынаны тексереміз. Былай дейді. А көбейтілген В, көбейтілген В-ны терістеген мәні. То есть А-ның мәні 1, көбейтілген 0, көбейтілген теріс 0. Получается. Сол кезде бізде мәні 1 шығу керек. Енді 1-ге 0-ді көбейтеміз, бізде 0 шығады. 0-ді терістейміз, бізде 1 шығады. Екеуін бір-біріне көбейтеміз, мына жерде көбейту тұр. Значит, көбейтсек бәрібір мәні 0 шығады. Значит, екіншісі келмейді деген сөз.
екіншісі келмей қалды. Иә. Ал енді үшіншісін тексереміз. Осылай әрқайсысын тексеріп шығамыз, ерінбей тексеріп шығамыз әрқайсысын. Мына жерде А қосылған Б көбейтілген терістелген В дейді. Демек, бастапқыда 1. 1 қосылған 0 көбейтілген бұның терістелген мәні, то есть 0-дің терістелген мәніне. Тең болады. 1-ге 0-ді қосамыз 1. 0-дің терістелген мәні 1. Екеуін көбейтсек, мәні 1-ге тең болады. То есть біріншісі кеп тұр. Екіншісін тексереміз. Екіншісін тексереміз. 0 қосылған 1 көбейтілген 1-дің терістелген мәні. Екеуіне қосамыз. 0-ге 1-ді қосамыз, бізде мәні 1 болады. Ал 1-дің терістелген мәні бізде 0 болады. Екеуін бір-біріне көбейтсек, мәні 0-ге тең болады екен. Ал кеттік, тағы біреуін тексереміз. Бізде 0 қосылған 0 көбейтілген 0-дің терістелген мәні. 0-ге 0-ді қосамыз 0, 0-ді терістеміз 1, екеуін көбейтеміз, мәні бәрібір 0 шығады. То есть үшіншісі де дұрыс келеді, осы дұрыс қой деймін. Енді кеттік, келесі. Тағы біреуін тексереміз. 1 қосылған 1 көбейтілген 1-дің терістелген мәні. Екеуін қосамыз, мәні 1 болады. Көбейтеміз, 1-дің терістелген мәні 0-ге тең. Екеуінің мәнін көбейтеміз. 1-ге 0-ді көбейтсек, мәні 0-ге тең болады. Яғни біздің есебіміздің жауабы 0. Демек, мынау төртеуі де орындалды, значит, біздің дұрыс жауабы С жауабы болады екен. Осылай ерінбей, әрбір мәнді тексеріп шығады екенбіз. С жауабын белгілеп қойдым. Ал енді, былай дейді. Пайдаланушыға IP адрес орнынан нүкте арқылы бөлінген сөздер тізбегінен тұратын атауды қолдануға мүмкіндік беретін жүйе. Енді, бізде негізі IP адрес біз білеміз ғой. Мынандай, мысалы 192, 1, 52, 0 деген сияқты IP адрес. Енді былай, IP адресте сан ретінде оны жаттап қолдану өте ұзақ болғаннан кейінде біздің жүйеге домен аттау жүйелерін енгізген. Доменді енгізген. Сол кезде домендер бізде қалай жазылады? Нүкте арқылы бөлініп жазылады. Мысалы, sdu edu.kz. Яғни, нүкте арқылы бөлінген, нүкте арқылы бөлінген сөздер тізбегінен тұратын атауды қолдануға мүмкіндік берген жүйе, ол бізде домен. А доменді біз тағы да DNS деп айтамыз. Яғни, Б жауабы дұрыс болады екен. Кеттік. Python программалау тілінде файлдармен жұмыс кезінде readline функциясының қызметі. Енді бізде файлдармен жұмыс кезінде оқуға арнап ашқан кезде бізде readline деген функция бар. Readline функция ол бізде мысалы қандай жұмыс атқарады? Мысалы біздің мынау файлымыз қандайда бір. Бізде мен мысалы өзімнің атын жаздым, 30 түп жасадым, яғни бір жолға түстім, тағы бірдеңке жаздым, тағы бірдеңке жаздым, осылай тағы бірдеңке жаздым. Әрқайсысы әртүрлі жолда орналасқан. Енді былай дейді, жұмыс кезінде readline функциясының қызметі. Осы readline функциясы не істейді? Оны шақырған кезде ол бізге бір ғана қатарды шығарып береді. Бір ғана жолды шығарып береді. S қосақ бәрін шығарады, но егер біз readline-ды ғана жазсақ, ол бізге бір ғана жолды шығарып береді екен. Демек, readline функциясы арқылы біз өзіміздің файлымыздағы бір ғана жолды шығарып алсақ, оқысақ болады екен. Енді мына жерде файлды ашу, жабу дегендер келмейді. Оған өздерінің open, close деген функциялары бар. Ол келмейді. Меңзерлі көрсетілген орыннан қою деген келмейді. Демек, жолдарды жеке-жеке оқу ол бізде readline функциясының қызметі екен. Қарап тұрсақ, мына жерде read деп тұр ше. И line деп тұр. Read деген оқу, line деген жол. Знаешь, бізде В жауабы. Логично ойласақ, білмеген күннің өзінде read деген оқу, line деген жол. Знаешь, примерно оқу деген сияқты. Бізде Python тілі, барлық тілдер ағылшын тілімен тікелей байланысты ғой. Сол себептен де мағынасына қарап жазып көрсек те болады. Жолдарды жеке-жеке оқу. Ал енді кеттік. SQL тілінде кестедегі жолдарды өзгерту командасының дұрыс жазылуы. Енді қараңыздар, бізде кестені мына соңғысынан қарасақ, select дегеніміз, ол бізде шығару. Яғни сұраныс тастау және де өзіміздің элементімізді шығарып алу. Затқа мұнан белгілеп қойып, затымызды шығарып алу, сұраныс тастау. Ал бізде келесі insert into деген, ол бізде енгізу.
Яғни ол біздегі кестемізге мәліметтерімізді енгізу. Ал енді бізде тағы да update деген бар. Және set деген бар. Ол не істейді? Ол біздегі кестеміздегі мәліметті жаңартып енгізуге мүмкіндік береді. Сол себептен бізде жауабы Б жауабы, яғни update, set командалары болады екен. Кеттік енді. Графтар. Былай дейді, A, B, C, D, E, F елді мекендеріне байланыстырған көлік жолдарының торабы кестеде берілген. Окей. То есть біз Адан қандай да бір F қаласына дейін осындай арақашықтықпен бара аламыз. Енді былай дейді, кестедегі сандардың арақашықтығы берілген, 9 километр берілген. А елді мекеннен Е елді мекеніне дейінгі тойымсыз алгоритм арқылы анықталған ұзындық. Қараңыздар, А елді мекеннен Е елді мекеніне дейінгі тойымсыз алгоритм арқылы. Мына жерде кілтті сөз тойымсыз алгоритм. Егер бізге жай әшейін қысқа жолды тап десе, әдетте негізі қысқа жолды тап деп береді. Ал бірақ мына жерде тойымсыз алгоритм арқылы деп тұр. Тойымсыз алгоритм дегеніміз қандай алгоритм? Мысалы, давайте граф түріне салып беріңіздерге суретін. Мысалы, мына жақта А, Б, какой-то бір С, И, Д қалалары болса, қандай да бір С, Д қалалары болса, Адан Б-ға, С-ға және Д-ға баратын жолдар бар. С-ға баратын жол 2, Б-ға баратын жол 4, Д-ға баратын жол 7 болсын. И тойымсыз алгоритм ол не істейді? Мына жақта Б-дан С-ға баратын болсын, мына жақта Е-ге баратын, разный жолдар болсын, мысалы. Тойымсыз алгоритм не істейді? Егер біз қазір А-да тұрсақ, бізге мынау Е-ге дейін жету керек. Бірақ тойымсыз алгоритм ол қалай жұмыстайды? Тойымсыз алгоритм біздің мына А төбесінде тұрған кезде барлық төбеге баратын жолдарды қарастырады да, ішінен ең азына қарай кетеді, ең азына қарай жүгіреді. То есть ол не істейді? Мына жақта 4, 2, 7 тұрса, ол мынау 2 ең азы дейді да, ол не дейді? Адан С-ға барады. То есть 2 ең аз дейді да, Адан С-ға барады. То есть ол тұрған жерінен ең аз алгоритмге арқылы жүгіреді екен. Мысалы, мына жақта 9, мына жақта 12 болып тұрса, и мына жақта бір какой-то бір 11 болып тұрсын. Мысалға айтатын болсақ. Ол не істейді? Мынау С-ға келді, Адан С-ға келді, и мына жолдарды қарастырады. Е-ге, Б-ға және Д-ға баратын жолдарды қарастырады. И осының ішінде 9 ең аз дейді да, Д-ға қарай кетіп қалады. Яғни ол ең аз алгоритм бойынша, яғни ең азына қарай жүгіреді, ең аз жолды таңдайды ішіндегі. Енді бұл жерде осылай дейді. Бізде кестеде берілген мәліметтер бойынша тойымсыз алгоритм арқылы жасалған ұзындықты табу керек екен. Енді қарайық. Тойымсыз алгоритм қалай жұмыстайды? Допустим, мына кестеде біз мына А-да тұрмыз. Қызылмен белгілей берейін. А-да тұрмыз. И біз А-дан қайда бара аламыз? Б-ға 9 километр арқылы бара аламыз, С-ға 11 арқылы бара аламыз, және F-ге 16 арқылы бара аламыз. Біз А-дан Е-ге бару керек, біз әйтеуір. Енді бағанағы тойымсыз алгоритм қалай жұмыс істейді дедік? Ең азына қарай жүгіреді. То есть біз Адан Б-ға бара аламыз. Мына негізі сызып алсақ та болады, сіздерге ыңғайлы болса. Адан Б-ға барамыз, С-ға барамыз және F-ге бара аламыз. И оның Б-ға баратын жол 9, С-ға баратын жол 11, F-ге баратын жол 16. Ішіне ең аз қайсысы? Бұл 9 ғой. Значит, ол не істейді? 9-ға қарай жүгіреді. 9-ға жүгірді, біз не дедік? Адан Б-ға келіп алдық. То есть біздің уже екінші тұрған локациямыз, ол бізде Б-да тұрмыз. То есть мына Б-да тұрмыз. Енді аны уже қарастырмаймыз, Адан уже кетіп қалдық, аны қарастырмаймыз. Енді мына С-ды қарастырамыз. 12 және 7. То есть біз С-ға бара аламыз және Д-ға бара аламыз. С-ға баратын жол 12, Д-ға баратын жол 17. Екеуін салыстырамыз. Ең аз қайсысы 12, То есть біз уже 12-ге келдік. Бізде ең азы 12 болды да, біз 12-ні таңдап 12-ге келдік. 12-ге келдік. Енді Б-дан С-ға бардық. Біз С-да тұрмыз. Уже А мен Б-ны қарастырмаймыз. Б-ны қарастырмаймыз. А-ны, Д-ны, F-ті қарастырамыз. Енді қарап тұрсақ, 11, 13, 4. То есть Д-ға баратын жол 13, F-ге баратын жол 4, А-ға баратын жол 11. Ол не істейді? Соответственно, 4-ті таңдайды. 4 ең аз болып тұр ғой. 4-ті таңдайды. F-ге барамыз. Демек біз бірден мына F жаққа кетіп қалдық. Д мен енді скип еттік та F-ге келдік. F-тен біз А-ға баратын жолымыз 16, С-ға баратын жолымыз 4, и мына жақта Е-ге баратын тіке жол тұр. Біз демек F-тен Е-ге барсақ болады екен. 11 таңдаймыз. Демек осы сандарды бір-біріне қосып шығамыз. 9 қосылған 12, қосылған 4, қосылған 11. 15, 27 и 36 деген шығады. Мына жерде С жауабы 36 болады екен. Тойымсыз алгоритм істейді, сонда жолдардың ішіндегі ең азына қарай жүреді екен. Ал кеттік.
мына жерді қарастырайық, иә. Serial ата бір аналық тақшамен үйлесімділік қай құрылғыға тән? Қай құрылғыға тән? Енді аналық тақшамен үйлесімділік дегеніміз не? Біздің аналық тақшаның не екенін білеміз ғой. Ол біздегі барлық құрылғыларды бір жерге жинап тұратын жиынтық. Яғни олар аналық тақшаға келіп, біздің басқа құрылғыларымыздың барлығы осыған келіп қосылады. Енді оған қосылу үшін әрбір құрылғының өзінің онымен үйлесімділігі болады екен. Сіздерде кітаптарыңызда үлкен кесте берілген, біздің курстағылар білетін шығар күшті. Бұл кесте берілген, бұл кесте бізде не деген? Бұл сұрақ бізде нағыз бен наурызда келген. Енді біздегі мынаны қарайтын болсақ, serial ата 1 немесе 2, қасында 3 дегендер бар. Осылардың барлығы аналық тақшамен үйлесімділік қай құрылғыға тән? Негізі бұл бізде қатқыл дискіге тән. Бірақ мына қалған құрылғыларында өзінің аналық тақшамен үйлесімділігі бар екен. Мысалға айтатын болсақ, видеокартаны айтайық. Давайте видеокартанка негізі берілмеген. Давайте бір жедел жадты айтайық. Негізі видеокарта мен миникарта екеуі бір зат қой. Екеуі бір зат. Жедел жадты айтайық. Мысал айтатын болса, жедел жадта бізде DDR 1, 2, 3 деген үйлесімділік. Яғни, сосын бейнекартанка бар. Оныкі PCI Express вроде. Express. Бейнекартанка PCI Express немесе PCIe деп қысқартып келеді. Яғни, егер бізде DDR 1, 2, 3 деген сұраса, онда ол бізде жедел жад болады екен. Ал қатқыл дискінікі жаңағы serial ETA. Яғни, ал егер PCI Express немесе PCIe деп қысқартып сұраса, ол бізде бейнекартанка немесе видеокартанка болады. Бармен қатар бізде процессорлердікі бар. Intel AMD процессор. Мысалы, Socket 478 дегеніміз бізде AMD процессорының, Intel процессорының аналық тақшамен үйлесімділігі болып табылады екен. Жалпы осы жердегі жауабымыз бізде қатқыл диск болады екен. Мына жауап қаңтар ұбытта келуі мүмкін. Нағызда келген себебі. Ал енді нұсқа талдауы ұнап жатыр деген ойдамын сіздерге. Өзіміздің айтып кетсек, курсымызда бізде 4 пән 20 мың теңгеге жеңілдік жүруде, және жаңа ағымға тіркеліп осы нөмірмен хабарлассаңыздар болады. Достарын ертіп келген адамдарға бізде 3 мың және 5 мың теңгелік бонус беріледі екен. Ал онда кеттік. Қалған видео сабағымызды нұсқа талдауымызды жалғастырайық. Енді мына жерде тағы да бізге SQL берілген кестедегі деректер типін анықтаңыз. Жалпы SQL-де деректер типінің 3 түрі бар. Сан, негізі любой жерде ғой, мысалы, Python-ның өзінде де, Excel-дің өзінде де осындай деректер типі бар. Сан, мәтін, және де күн. Енді санда бізде былай жазайын, сан, мәтін, және де күн. Біз деректер типін өрісті құрған кезде бірден оның қандай деректер типіге жататынын көрсетіп кету керекпіз. И санда бізге int, яғни integer, немесе float деген бар. Сандыкі. Мәтіндікі бізде varchar, және де char болады. Күндікі data. Day, year деген өзінің күндерінің нелері бар. Өздерінің типтері бар. Енді мәтіндікі varchar мен char. Varchar мен charда, негізі varcharда көбінде ұзақ текстер, ол бізде varchar мен көрсетеді. Жалпы ұзақ текстер көбінде varchar мен көрсетіледі. Ал char ол біздегі жаңағы бір-екі символдан тұрады. Мысалы, егер мемлекетті көрсеткіміз келсе, KZ, RU деген сияқты, немесе male, female деген өздерінің жынысты көрсететін осындай нелер бар ғой. Яғни, осындай қысқа заттарды көбіне чармен белгілейміз. Ал varchar ол ұзақ мәтіндерге арналған. Енді мына жерге қарап тұрайық. Мына жерден біз нені көріп тұрмыз? Int дегеніміз ол бізде бүтін сан.
int ол бізде бүтін сан, яғни интежер, бүтін сан. 2, 3, 1000 деген сияқты сандар ол бізде интке жатады. Енді қарап тұрсақ, мына жерде Көксерек, Мұхтар Әуезов деп біздің жаңағы варчар көрсетілген, яғни мәтіндер көрсетілген. Ал одан кейін бағасы ID деп бізде сандар, яғни нумерациялар көрсетілген. Сол себептен біздегі жауап D жауабы, яғни варчар интежер болады екен, бағанағындай. Int және варчар интежер осы екеуі жатады екен. Ал енді мына жерде сәйкестендіру тапсырмасы бар 1-2. Бұлай дейді. Логикалық сызбаларда логикалық өрнектермен сәйкестендіріңіз. Ал кеттік сәйкестендірейік. Енді бірінші мына логикалық өрнекті жазып алайық. Қандай екен? Қарап тұрсақ, мына жерде А және Б мәндері бір-біріне көбейтілген, және де Б мәні терістелген. То есть не істедік біз А мен Б-ны бір-біріне көбейтіп, қарап тұрсақ, В-ның терістелген мәні осы екеуінің көбейтіндісіне тағы да көбейтіліп тұр. То есть көбейтілген В терістеу. Яғни А және В мәндері көбейтіліп, В-ның терістелген мәніне көбейтілген, және де не істелген? Біздегі ол А-ның мәніне қосылған. Көбейтіндіміз А-ның мәніне қосылған. То есть қосу А болған. Ал енді примерно осыған ұқсайтын мәндерді іздейік. Бізде қайсы келеді екен? А және В мәндері бір-біріне көбейтілген, және де В мәні терістелген. В мәні терістелген, және де олар бір-біріне көбейтілген. Өте мұнан мән... По идее дұрыс. А және В мәндері көбейтілген, оған терістелген В мәні көбейтілген. Мін тұр екен ғой, Мына жерде соңында қараңыздар. Соңғы мәнін тағы да терістелген. То есть тура осы өрнегімізді толығымен бір терістеп шыққан. Сондағы біздегі жауабымыз мынау болады екен, мына жердегі. Мынаған келеді екен. Яғни біз аны қосып алдық ең соңында, содан шыққан мәнді толығымен терістедік. Яғни жалпылай терістедік. Сол кездегі біздің мәніміз мынаған келіп түседі екен. Ал екіншісін көрейік. Екіншісінде біз А мен В-ны көбейткенбіз. А көбейтілген В. Оған не істедік? Оған біз А-ның терістелген мәнін қостық керісінше. Қосу А терістелген. Одан кейін В-ның мәнін қостық. Қосылған В мәні. То есть бізде не болды? Мынау жауап болды екен, А мен В-ның мәнін көбейттік мына жерде. Қараңыздар. Мына жерде А мен В-ның мәнін көбейтіп алдық. Одан кейін А-дан шыққан терістелген мәнді не істедік? Өрнегімізге қостық. Одан кейін В-дан шыққан мәнді осы өрнекке тағы да бір рет қостық. Мына жерде көрсетіп тұрғандай. Сол себебінде мынаның жауабы мынау болады екен. Мынау былай, мына жер былай болады екен. Ал кеттік келесі. Келесі біздегі сұрақтар берілген, HTML-де. HTML-де type radio деген, ол бізде типі көрсетіледі. Type radio дегеніміз, ол бізде мынандай кнопкалар болады бүйтіп. Тұрады, мысалы, мындай кнопка бүйтіп басуға болады, мысалы, сіздер мына жерде не деп тұр, Google-мен ашсаңыздар болады, мысалы. Google немесе Mail.ru, мысалы. То есть екеуін біреуін таңдасаңыздар болады деген сөз. Мынаны таңдап қойсаңыздар болады, немесе мынаны таңдаңыздар болады. Демек бізге нені үміттеді екен? Ол бізде біздегі батырманы анықтайды. Ал В жауап бізде қосқышты анықтайтын болады екен. Ал кеттік. 9. Кілтті көріс. Ключевой поле бола алатын атаулар. Кілтті көріс негізі SQL-де беріледі, кілтті көріс. Жалпы кілтті көрістің атқаратын қызметтері көп. Кілтті көріс ол кез келген кестеде болуы міндетті. Және де кілтті көріс ол біздегі маңызды. Яғни сіз кілтті көріс белгіленсе, және сол кілтті көріс арқылы басқа сол жазбада тұрған адам болсын, немесе қандай да бір товар болсын, соның барлық мәліметтеріне бір кілтті көріс арқылы мәліметтерін қамти аласыз. Яғни кілтті көріс бізде не болу керек? Кілтті көріс бізде қайталанбайтын болу керек. Қайталанбайды. Бір адамда біреу ғана
қайталанып кетпейтін, бір адамда біреу ғана бір-ақ рет кездесетін, жалпы осылай бізде кілттік өріс болады екен. Енді кілттік өріс бізде ключевой поле бола алатын атаулар, ол біздегі мына жерде қарап тұрсақ, жеке куәлік нөмірі. Жеке куәлік нөмірін кілттік өріске жатқызсақ болады. Себебі ол не? Бір адамда біреу ғана болады. Сіздің жеке куәлігіңіздегі нөмірі сізде ғана бар, қалғандарында жоқ. Одан кейін мекен-жай. Мекен-жайды жатқыза алмаймыз. Мысалы, мекен-жай ол қайталану мүмкін. Сол себебінде мекен-жай бізде кілттік өріс бола алмайды екен. Туған жыл. Сіздің тура сол туған жылда туған күні туған адамдар өте көп, сол себебінде туған жыл бізде кілттік өріс болмайды. Себебі ол бізде қайталанады. Телефон нөмірі. Телефон нөмірін кілттік өріске жатқызсақ болады. Телефон нөмірі ол бізде қайталанбайды. Сізде ғана сондай нөмір бар, басқада жоқ. И тегі дейді. Тегі ол бізде қайталанбайды. Сіздің фамилияңыз сияқты қаншама мыңдаған адам болуы мүмкін. Сол себебінде бұл қайталанбайды. Қызығушылығы тоже жатпайды. Сол себебінде мына жерде екі жауап жеке куәлік нөмірі мен телефон нөмірі болып табылады екен. Ал енді кеттік. CSS кестесінде HTML кодын пайдаланып қолдануға болатын шекара түрлері. Жалпы CSS-те біз селектордың мәні ретінде, мысалы border деген біздің селекторымыз болса, то есть мәні болса, одан кейін оның қасиеті ретінде осы border, яғни шекарамыздың түрлерін көрсете алады екенбіз. И мына жерден уже варианттарын қасақ table дегенді алып тастасақ болады. Себебі table ол бізде кесте. CSS-тегі жалпы HTML-ді кестені құруға арналған, ол бізде table жатпайды. Одан кейін мына жерде border дейді. Border ол бізде жалпы ол бізде шекараның түрі емес, бірақ шекараның өзі. Сол себебінде ол оның түріне жатпайды. Width деген ол бізде мысалы шекараның ұзындығы болуы мүмкін. Мынандай ұзындығы ол бізде width болып табылады. Сол себебінде width тоже жатпайды. Шекараның түрі емес. Енді мына жерде dashed, dotted, solid деген үш түрі ол бізде шекараның түрлері болады. Енді бұның ішінде қайсысы? Бұның ішінде қайсысы? Енді егер біз мынандай бүтін шекара жасағымыз келсе, ешқандай да нүктесі жоқ, ешқандай да бөлігі жоқ. Онда ол бізде solid болады. Ол бізде solid болады. Одан кейін біздегі dotted дегеніміз жалпы осы шекараның үш түрі болады. Ал dotted дегеніміз ол бізде мынандай нүкте арқылы көрсетілген. Нүкте. Яғни осындай нүктемен көрсетілген шекара ол бізде dotted. И dash деген бар. Ол кішкене сызықтармен. Мынандай сызықтармен көрсетілген, ол бізде dashed болады. Яғни осындай шекараның үш түрі бар екен. Осындай үш түрі көрсетіледі екен. Ал кеттік келесі. Контекстік тапсырма. Сіздерге бір контекстік тапсырманы қарастыра салайық. Контекстік тапсырмада былай дейді. Кездейсоқ сандармен жұмыс. Контекстік тапсырмамызда сондай екен, кездейсоқ сандармен жұмыс. Былай дейді. Нариман кездейсоқ сандармен әртүрлі амалдарды орындауға үйрену кезінде келесі программаны құрды. То есть мынау біздің Нариманның құрған программасы екен. Нариманның құрған программасы. Енді қазір бізде соған байланысты сұрақтар болады екен. Кеттік онда, келесі сұраққа өтсек болады. Программада қолданылған append x функциясының қызметі. Мына жерде қарап тұрсақ, ол не істеді? Біздегі кестемен, яғни кездейсоқ сандармен тізіммен жұмыс жасаған. Қарап тұрсақ, input random s тең, яғни бос тізім екенін көрсеткен. Одан кейін ол жаққа тізімді 10-ға дейін s.append деген функцияны қолданған. Енді append деген функция не істейді? Бізде жалпы енгізу үшін, тізімге мәліметтерді енгізу үшін append және extend деген функциялар бар. Яғни ол не істейді? Тізімге мәліметтерді енгізеді. Элементтерді енгізеді, элементтерді қосады. Сол себептен бұл жерде Нариман append функциясы арқылы random функциясы арқылы, append пен random функциясы арқылы табылған рандом сандарды өзінің тізіміне қосып отқан. Демек, бізде append функциясының қызметі ол бізде тізімнің соңына x элементтерін қосады. Кездейсоқ сандарды генерациялайды деген ол біздегі жаңағы random функциясы. Мынау random деген функция тұр, ол бізде өзімізге, тізімімізге кездейсоқ сандарды генерациялайды, және де ол кездейсоқ сандарды append функциясы тізімге қосып отырады. Одан кейін элементтерін реттейді, индексін анықтайды дегендер бізге келмейді. Сол себептен append функциясы ол бізге тізімімізге элементтерді қосады екен. Ал кеттік келесі. Input random жолы. Мына жақта
ең қарап тұрсақ, ең басында import random жазып қойған. Import random деп жазып қойған. Енді Pythonда бізде модуль деген ұғым бар. Қандай да бір кейбір функцияларды қолдану үшін біз ол модульді импорттау керекпіз. Яғни біз жаңа мына кодымызда randint деген функцияны қолдандық. Және де осы randint деген функцияны қолдану үшін біз random деген модульді импорттау керек екенбіз. Яғни іске қосу керек екенбіз. Мысалы бізде кейбірде стан деген сияқты математикалық функцияларды қолдану үшін біз math деген модульді импорттау керекпіз. Немесе array деген функцияны қолдану үшін, яғни массивтермен жұмсаған кезде array деген модульді импорттау керекпіз. Тура сол сияқты жаңағы randint деген функциямен жұмыс жасау үшін біз random деген модульді іске қостық. То есть не істедік? Import random деп өзіміздің random модулін іске қосып алады екенбіз. Сол себептен ғана біз мына randint деген функцияны қолданып тұрмыз. Кеттік келесі. Енді былай дейді. Программа орындалғаннан кейін экранға не шығады дейді. Енді мына программаны қарайық. Import random. Бұған түсіндік, демек біздің randint деген функциямызды қолдану үшін random модулін іске қостық. Мынау S пустой тізім берілген. И осы циклды қолдану арқылы біз тізіміміздің ішіне элементтерді енгіздік. Элементтерді енгізген кезде мынау бізде append функциясын қолдандық. Append функциясын айттым, элементтерді енгізу үшін осы append деген функцияны қолданамыз. Енді мына жерде тізіміміз уже append арқылы толды. Қандай да бір кездейсоқ сандармен толды. И одан кейін тағы бір цикл ойнады. For I in S, яғни мына S-тің элементтері бойынша не істеу керекпіз? Оның индексі бойынша элементтеріміздің екіге бөлген кезде қалдығы нөлге тең болатын элементтерді шығару керек екенбіз. Демек, мына жердегі қалдығы екіге бөлген кездегі нөлге тең болатын элемент екеніміз, ол бізде жұп сан. Мына неге жаттап алсаңыздар болады, жұп сан. Себебі жұп сан, мысалы 4, 8, 18, 20 деген сияқты сандар, ол бізде не істейді? Екіге бөлген кездегі қалдығы нөлге тең. Мысалы 20-ны екіге бөлсек, 10 бүтін азайтылған 20 и қалдығы нөлге тең. То есть ол жұп сан деген сөз. Демек, егер біз шартқа I процент белгісі қалдықты табатын белгі, екіге бөлген кезде қалдығы нөлге тең деген шарт жасақ, онда ол бізде міндетті түрде жұп сан туралы айтып жатыр деген сөз. Демек, бұл жердегі жауабы С жауап болады. Біз не істедік? Кездейсоқ сандардың ішінен жұп сандарды шығарып алады екенбіз. Ал енді кеттік. Мына жерде қарасақ, тізім элементтері 30, 81, 75, 17, 25, 85, 97, 14, 23, 52 болса, экранға шығатын нәтиже. То есть біз не істейміз? Мына код бойынша қарастыру керекпіз. Бағанағы Нариманның коды бойынша қарастырады екенбіз. Ал Нариманның кодына қайтып келейік. Нариманның кодында не істеп едік біз? Мына жақта кездейсоқ сандармен толтырдық өзіміздің тізімімізді. Енді қарасақ, мына жерде өзі чет және нечет деген айнымалылар енгізген. Мынау айнымалы екеуі. Ол не істегісі келген, сонда получается, ол четный, нечетный, яғни тақ және де жұп сандарды тапқысы келген. Енді қарап тұрсақ, цикл қолданған, тура жаңағында, for I in S, яғни жаңағы S тізім бойынша элементтерді қарастырады. Егер оны екіге бөлген кезде қалдығы нөлге тең болса, то есть жұп сан болса, оған чет плюс тең 1 деп тұрады екен. Демек, мына тізімнің ішіндегі элементтерден жұп санды тауып алса, ол четке 1 қосып тұрады. То есть жұп санға плюс 1. То есть біз 1 жұп сан тауып алдық дейді екен. Яғни бұл не істегісі келген? Тізімнің ішіндегі жұп сандар мен тақ сандардың санын санағысы келген. Мысалы, тізімнің ішінде 10 сан болса, оның 5-еуі жұп, 5-еуі тақ деген сияқты. 2-еуі жұп, 8-і тақ деген сияқты тақ сандар мен жұп сандарды айырып алғысы келген. Демек, ол не істейді? Егер ол 2-ге бөлген кезде қалдығы нөлге тең болса, ол жұп сан болып, четқа плюс 1 қосылады екен. Ал егер нөлге тең болмай қалса, мысалы 7 деген сан болып қалса, ол 1-ге тең. 2-ге бөлген кезде қалдығы оның 1-ге тең. Сол кезде ол не істейді? Else орындалып, нечет плюс тең 1 болады екен. Яғни, наоборот, тақ сандарға қосылып отырады екен. Ең соңында бізге тақ сандар мен жұп сандардың тізімін шығарып береді екен. Ал жаңағы кодқа қайтып келейік. Ол бізге не дейді? Тізім элементтері мынандай болса дейді, экрандағы нәтиже. Яғни, біз білеміз, ол біздің кодымыз
тақ сандар мен жұп сандардың санын санайды. Сол себептен де осы жерден бірден тақ сандар мен жұп сандардың санын санап алсақ болады екен. Мысалы 30 ол жұп сан. Мынау жұп сандарды тауып алайық. 81 тақ, 75 тақ, 17 тақ, 25 тақ, 85 тақ, 97 тақ, 14 жұп и 52 жұп. То есть бізде қанша? 3 жұп. И жалпы 10 элемент болса, қалғаны тақ деген сөз. 7 тақ. Енді қараңыздар, мына жерде жауаптарын қарасақ, чет 3, нечет 7. Яғни жұп 3, жұп емес 7 болып табылады екен. Ал кеттік былай дейді. Нариман кездейсоқ сандармен құрған тізім шығаратын программа құрды. Нариман құрған программасы. Так, кездейсоқ тақ сандармен сандардың, яғни тақ сандардан тұратын тізім шығарғысы келген. Демек, бізде жаңа айттық, егер біз 2-ге бөлген кезде қалдығы 0-ге тең болса, онда ол бізде жұп сан. Ал 2-ге бөлген кезде қалдығы 1-ге тең болса, онда ол бізде тақ сан. Демек, шарты 1-ге тең болу керек. Яғни біздің кодымыздың шарты 1-ге тең болу керек. Соны тауып алу керекпіз, Енді қарастырайық. Мына жердегі кодымызды қарастырсақ, біріншісін қарастырайық, Негізі біріншісі бірден дұрыс сияқты. Мысалы, сыны қарастырайық. С жауабын қараңыздаршы. Бұл жерде былай дейді. 1-ді бөлу 2-ге, или мынаны көрсетейінші сіздерге, Мына жерде кішкене қате кетті. Мына жерде керісінше жұп сандар, Мына жақта чет деп тұр ғой. Сол себептен жұп сандар табу керек, Жұп сандар болса, плюс бөлінген 2 ол 0-ге тең болады. Тақ сан болса, 2 1-ге тең болу керек, Енді қарап тұрсақ, мына жерде 1-ге тең болса, қараңыздар, 1-ге тең болса, онда ол бізде тақ сан. Немесе мына жерде бөлу белгісі тұр. Мынау бізде бөлу белгісі. Санды бөлгіміз келсе, осы бөлу белгісін осылай жазамыз. Демек, біз бөлу емес, бізге қалдықты табатын керек. Процент ол бізде қалдықты табуға бөледі. Бір санды екінші санға бөлген кездегі қалдықты табатын айнымалы, яғни өрнек, ол бізде процентпен белгіленеді. Яғни, мынау бізде бөлу белгісі, бұл біздің шартымызға сәйкес келмейді. Сәйкес келмейді. Одан кейін қарасақ, мынандай 2 бөлу белгісі тұр. Енді мынау бөлу белгісі мен мына екеуінің айырмашылығы неде? Егер мынандай бір слэш, яғни бөлу белгісін қолдансақ, ол бізге санды бөліп бере салады. Толығымен бөліп береді. Ал егер 2 слэш белгісі болсақ, онда ол санды бөлген кездегі бүтін санды көрсетеді. То есть, мысал қараңыздар, егер 7 2 слэш белгісімен 3 деген санды енгізсем, онда ол маған мәнінде 2-ні ғана қайтарады. Себебі 7-ні 3-ке бөлген кездегі бүтін сан ол бізде 2. Бүтіні 2. Бірақ қалдығы бар, қалдығы 1. Бірақ бүтіні 2. Демек, бізге не істейді? 2 деген бүтін санды ғана шығарып береді. Бірақ бұл біздің жаңағы шартымызға мүлде сәйкес келмейді. В жауабын қарастырмай қойсақ та болады. Ал енді біздегі дұрыс жауабы сонда Д жауабы болады екен. 2-ге бөлген кезде қалдығы қаншаға тең болып тұр? 0-ге тең болып тұр екен. Жалпы осымен біздің нұсқа талдауымыз аяқталды. Сіздерге пайдалы да жақсы нұсқа талдау болды деген ойдамын. Көріскенше сау болыңыздар.